Ағылшын тілінде оқуды үйрену. Осы сабақта біз ағылшын тіліндегі дауысты әріптердің келесі оқу түрін үйренеміз. Бірінші әріп A әріпі. A әріпі мынандай сөздерде емес A болып оқылады. Мысалы, rake, bake деп оқимыз. Бұл жердегі I әріпі еш оқылмайды. Яғни I әріпі үнсіз қалады. Тек A әріпін A деп оқимыз. Сонымен оқып көрейік. Rake, bake, lake, make, shake, wake, cake, fake, snake, break. Келесі қатар. Cape, grape, shape, tape, rape, scrape, safe, vase, base, case, face, phrase, cane, plane, game, blame, shame, same, came, name, frame. Келесі сөздер. Ate, gate, made, plate, skate, late, date, rate, hate, fate, state, skate, great, save, wave, gave, cave, brave, shave, slave, able, cable, table. Яғни, осы сөздерде A әріпін A деп оқимыз, ал соңындағы I әріпі оқылмайды, яғни үнсіз қалады. Келесі әріп I әріпі. Мына сөздерде I әріпі I болып оқылады, және соңындағы I әріпі оқылмайды. Сонымен оқып көрейік. Bite, light, kite, side, side, quite, slide, ride, wide, side, hide, tide, pride, line, mine, shine, pine, vine, nine, wine, dine, shine, online, hive, five, dive, live, drive. Осы жердегі мысалы мына live сөзі кейде live деп оқылады. Екі түрлі мағына береді. Мысалы, live деген кезде бұл live-ға шығу, яғни онлайн тікелей эфирге шығу мағынасында, ал live деген деп оқылатын болса, онда бұның аудармасы өмір сүру дегенді білдіреді, яғни екі түрлі оқылатын етістік түрі. Келесі қатарды оқиық. Bike, Nike, like, spike. Мысалы, Nike бұл атақты спорттық киімдерді шығаратын компанияның аты. Nike деп оқылады. Келесі үйренетініміз O әрпінің O деп мына сөздерде оқылу түрі. Сөздерді оқып көрейік. Stove, drove, glove, cone, bone, pole, rope, nose, rose, hose, globe деп сөздерді оқимыз. Бұл ережеге бағынбайтын сөздерде кездеседі. Мысалы, мына сөздер O болып, яғни O әрпі O болып оқылмайды. Бұл сөздерде O әрпі move, love, proof деп оқылады. Ағылшын тілінде бұл сөздер жиі қолданылғандықтан, бұл сөздердің тек аудармасымен оқылуын жаттап алуға болады. Move деген мысалы жылжыту, қимылдау дегенді білдіреді. Love деген жақсы көру, proof деген дәлелдеу дегенді білдіретін сөздер. Ал мына сөздерде O әріпі O болып оқылады, яғни stove, bone, rope, nose деп оқимыз. Келесі үйренетініміз U әрпінің мына сөздерде U болып оқылуы. Бұл сөздерде U оқылады және I үнсіз қалады, яғни I әрпін оқымаймыз. Сонымен оқып көрейік. Mule, cube, tune, dune, cute, tube деп оқимыз. Ал мына сөздерде U әрпі U емес U болып оқылады. Мысалы, prune, rule, flute деп оқимыз. Яғни бұл ереже U болып оқылу ережесі мына сөздерде орындалмайды. Сонымен біз осы сабақта A, I, O, U әріптерінің
мынандай сөздерде қалай оқылатынын үйрендік. Бұл сөздердің барлығын байқасақ, барлық сөздер и әрпіне бітеді. Бұндай сөздерде әрпі болып, әрпі болып, әрпі болып, әрпі болып оқылады. Яғни әліппеде қалай айтылса, дәл солай оқылады.